Bir врач айтат, мен дайыма елдерді қабыл аламын, бір күн дейді, бір 30-ға шығып қалған бір бала келді дейді. 60-ға шығып қалған енесін естіп келді дейді. Ошо не қабыл алу жазасында. Ошо жерде отырып мындай қарасам, енесі кем ақылдай сезілді дейді да. Шынында эле қарасам, мындай қимыл әрекеті бір башкача дейді. Ана бұл кім десем, енем. Сенден башка бір туғандарың барбы десем, жоқ, мен жалғызмын дейді. Жалғызмын. А мұны кім қарайды? Өзім қараймын дейді. Үй білен барып, сенің екі балам бар, аялым бар. Аялың қарабай десе, жоқ, мен аялыма қызмет алып бергенмін, жардан бері апамды өзім қараймын, сен балдарды қара дегенмін. Мен өзім қарашым керек. Себебі біреуні жалдасам, аға да ишенбеймін апама. Себебі бір жағынан сахар бар да деп айтады дейді. Баяғы врач айтады, шыдай албай кеттім дейді да. Баяғы не? Мен давлениям төбеме тиіп кетті дейді. Баяғы өзі кем ақыл, екінші дан сахар бар екен. Мындай қарасам дейді, тұрмақтары сонын қылып алыпты дейді. Аяғындай татынақа жақсы қарайды екен дейді да баяғы жерде. Тамақ үшін қандай қыласың? Аялым даярдап береді, өзім жедірем дейді. Диетический тамақ жейді да. Өзім жедіріп, өзім қараймын. Киімдерін қандай қыласың десе, киімдерін дағын аялым жуып береді, өзім мынаны ки деп айтамын, киімдерін улам алмаштырып, өзім қараймын. Ешкімге ишенбеймін дейді. Ошентип отуранан, сен білем апаң мындай екен, сені кім бақты? Десем дейді, тайының бақты деп айтады. Атаң қаяқта десем, мен төрөлгеннен кейін 2 айдан кейін атам ажырашып, талағын беріп кетіп қалған екен, мені да, енемді да тайнем чоңойты деп айтады. Өзі 30-ға шығып қалып тұр, ошентип не? Бұл тайнемін өлген 16 жашымда тайнем өлді дейді. 16 жашынан бері жаққа 14 жылдан бері өзі қарайды екен енесін. Кем ақыл енесін. Ем ошада елестетіп көріңіз, жанағы врач шыншалық таң қалдым дейді баяғы жерде. Ошентип отырсам эле жанағы апасы эмеде айтат екен. Чипсы жеймін деп ойлайды екен. Кем ақылда байқұш. Чипсы жеймін деп ойлайды дейді, жаш баладай болды. Болды апа, азыр мен доқтырдан шығайық, ал мен барам да сізге чипс алып беремін десе, ура деп сүйінеді дейді. Жаш баладай болып қалады дейді баяғы жерде. Шыншалық шыдай албаймын, көзімнен жашым ырғыды дейді баяғы. Шыдай албасам отырдым дейді. Ошентип отуранан жақсылап дарларын жазып берin дейді. Жазып бергеннен кейін жүрем апа. Мен сізге қазір чипс алып беремін десе, жоқ, жебеймін. Неге? Мен жебеймін, ажыға барам. Қандай бір жерден байқыш, кем ақыл. Ажыға барам дейді. Ажыдан не қыласың десе, самолетқа отырғым келеді дейді. Қарасаңыз, ошо бала, ошо енесіне кем ақыл, жиынды болса да сабыр қылып бағып атады ошоны. Ошентип отуруп мен айттым дейді, сен апаң мынтип аткан болсо, акчаң болсо, ажыға өзүң эле барып келе бербейсиңби десем дейді. Апамды таштап кеткен ажынын мага кереги жок. Апам жанакы чипсы жейминсе мура деп сүйүндү, апамдын сүйүнгөнүнүн жанында 2 балам биякта эле калып кетет. Деп ошентип айтсам дейт, баласын акырын жетирип чыкты. Апасын. Эми элестетип көрүңүздөр, бул мен айтмакчымын. Жинди, акылы, кем акыл, энесин ушинтип карап атат адамдар. А биз эмнеге бир жакшынакай энелерди карабайбыз? Неге жакшынакай энелерди урабыз? Неге бир жакшынакай энелерди биз карлар үйүнө алып барып таштайбыз? Бул кандай адамдар? Адам эмес булар.